Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін өте дәмді әрі қамыры да жұп-жұмсақ болып шығатын пицца дайындаймыз. Алдымен қамырын илеп аламыз. Қамырдың жасалу жолы менің YouTube каналымда бар. Төменде ссылкасын қалдыратын боламын. Міндетті түрде кіріп көріңіздер. Соус дайындаймыз. Ол үшін кетчуп, майонезді және өзіңіз қалаған специяды қосып, барлығын араластырамыз. Қамыр көтерілгеннен кейін оны бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен әрдайым 2 бөлікке бөліп аламын. Егер жұқа болғанын қаласаңыздар, 3-4 бөлікке бөлуге болады. Әр бөлікті осылай пергаментке салып, қолымызбен жайып шығамыз. Егер қолмен істеуге келмей жатса, оны оқтаумен жайып алуға болады. Қамырдың шетін осылай басып шығарып аламын. Одан кейін ортасына соусты жағып, үстіне кез келген салманы салсаңыздар болады. Мен бүгін тек қана колбасаны қолдандым және үстіне сыр септім. Пиццаны қызып тұрған пеште 250 градуста 5-7 минут аралығында пісіріп аламын. Сіздер өздеріңіздің духовкаларыңызға қарай пісіресіздер. Негізі 10 минуттан аспайтын уақытта пиццамыз пісіп шығады. Пиццаны ыстықтай дастарханға ұсынған дұрыс. Сіздер жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.